Армысыздар, құрметті көрермендер, менің есімім Жансая. Бүгін біздің студиямызда қонақта Серікбай Амина. Қош келдің, Амина. Мен сауалдарыма шынайы әрі нақты жауап берем деп уәде бересің бе? Уәде берем. Жақсы, ендеше кеттік. Жаңа оқу жылы жақындап қалды, сабаққа дайындығың қалай? Жаңа пәндерді оқып үйреніп жатсың ба, түсіндің ба? Иә, жақсы, үйреніп жатырмын. Аха. Мектепте қандай пәнді ұнатасың және не үшін ұнатасың? Сүйіп оқитын пәнің қандай? Ағылшын, математика екеуін жақсы көремін. Аха. Сабақтан қашқан кезің болды ма? Ұнамайтын бір сабақтан саған? Иә. Қандай сабақтан? Орыс тілі. Мен болды. Не үшін қаштыңдар? Абай қатыл болғанда бар. Орыс тілі сабағы жалпы саған ұнай ма? Иә. Мектепте ең қызық болған оқиғаңмен бөліссең, бізге де қызық болсын. Менде мектепте болған оқиғалар көп болды. Бәрі қызықты ма? Иә. Министр деген кім сенің ойыңша, қандай адам деп ойлайсың? Министр деген білмейсің ба? Иә. Жайт. Оқу ағарту министрінің аты жөнін білесің бе? Жалпы ол кісіні танисың ба? Ол кісімен кездесіп көргесің ба? Мен ол кісімен кездеспегенмін. Аты жөнін білесің бе? Жоқ. Білмесем мен саған айтайын. Ол кісінің аты жөні Асхат Аймағамбетов, келесіде білетін боласың. Министрдің қабылдауында болсаң, мектепке оқуға қандай ұсыныстар айтар едің? Мектеп формамен, свободна формамен келе берейік деп айтар едім. Болашақта қандай мамандық иесі болғың келеді, немен айналысқың келеді? Болашақта тігінші болғым келеді. Неге тігінші мамандығына қызығасың? Маған тігіп, әртүрлі нәрселерді үйренген ұнайды. Жарайсың. Өзіңнің класстастарыңа, достарыңа, замандастарыңа қандай тілек айтасың? Жақсы оқып, өскенде бақытты болсын деп тілеймін. Амина, сізге көп рахмет біздің бағдарламамызға қатысқаныңызға. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.